Қазақша ертегілер жинағы. Үйшік ертегісі. Бұл орманда болған оқиға еді. Ашық алаңқайда кіп-кішкентай ескі үйшік тұрған. Бірде оны қасынан жүгіріп өтіп бара жатқан тышқан көреді. Тышқан тоқтап, "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды. Тышқан бос үйшікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін үйшіктің маңына секіріп бақа келеді. "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" "Мен тықырлауық тышқанмын, ал сен кімсің?" "Мен бақылдауық бақамын." "Кел, бірге тұрайық," дейді тышқан. Бақа бақ-бақ деп бақылдап үйшікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып бірге тұрады. Енді үйшік қасына ытқып-ытқып қоян жетеді. "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Мен тықырлауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын. Ал сен кімсің?" "Мен қорқақ қоянмын." "Кел, бірге тұрайық," дейді. Қоян да үйшікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан бұл үйшікті түлкі көреді. Ақырын басып, жақын келіп терезесін қағады да, "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Мен тықырлауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын." "Мен қорқақ қоянмын, ал сен кімсің?" дейді. "Мен қу түлкімін." "Кел, бірге тұрайық," дейді. Үйшіктен түлкіге де орын табылды. Достар енді төртеу болды. Үйшікке тілі салақтап, айналасына алақ-жұлақ қарап, қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, қырылдаған даусымен, "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Мен тықырлауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын." "Мен қорқақ қоянмын." "Мен қу түлкімін, ал сен кімсің?" деп сұрайды. "Мен зор қасқырмын." "Кел, бірге тұрайық," дейді. Қасқыр қысыла-қымтырыла ішке кіреді. Әйтсе де кіп-кішкентай үйшікке бесеуі де сыйып кетеді. Барлығы қосылып ән айтады, тату-тәтті өмір сүреді. Бір күні жидек теріп жүрген аю үйшік тұрғындарының салған әнін естиді. Ол үйшікке жақын келіп, бар даусымен, "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп ақырады. "Мен тықырлауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын." "Мен қорқақ қоянмын." "Мен қу түлкімін." "Ал мен болсам сұр қасқырмын. Ал сен кімсің?" "Мен қорбаңбай аюмын." "Кел, бірге тұрайық," дейді. Аю ары-бері тырбыңдап үйшікке кірмекші болады. Бірақ оның басы енгенімен денесі сыймайды. Амалы таусылған аю, "Ендеше мен үйшіктің шатырына шығып тұрайын," дейді. "Жоқ, сен дәусің, сені кішкентай үйшігіміз көтере алмайды, қиратасың ғой," деп шырылдайды іштегілер. "Қорықпаңдар, түк те болмайды," деп аю олардың сөздеріне құлақ аспайды. Кіп-кішкентай үйшіктің тұрғындары амалсыздан келіседі. Аю қорбаңдап үйшіктің төбесіне шығады. Сол-ақ екен, ескі үйшік сықырлап шашылып қалады. Тықырлауық тышқан, бақылдауық бақа, қорқақ қоян, қу түлкі, сұр қасқыр барлығы аман-есен үйшіктен шығып үлгереді. Аюға олар ренжімейді. Қайта барлығы бірігіп, бөренелерді тасып, тақтайларды сүргілеп, жаңа үйшік тұрғызуға кірісіп кетеді. Осылайша достар өздеріне әп-әдемі жап-жаңа үйшік соғып алады. Жеті лақ және қасқыр ертегісі. Ертеде бір ешкінің 7 лағы болыпты. Біреуі қара, қалғандары ақ лақ екен. Орманға баруға жиналған ешкі лақтарын шақырып алып ақылын айтады. "Шырақтарым, ешкімге есік ашпаңдар. Орманда қасқыр жүр. Мен келгенде, шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді," деп әндетемін. Осы кезде терезе сыртында тұрған қасқыр оның сөзін естіп қалады. Ешкі кетісімен қасқыр есікті қағып, өзінің жуан даусымен оның әнін айтады. Бірақ лақтар оның бөтен дауыс екенін біліп, есікті ашпайды. Қасқыр саудагерге барып бор сатып алды. Бордың бір кесегін жегенде даусы аздап жіңішкерді. Осы дауыспен ән айтып еді, лақтар тағы алданбады.
Қасқыр ұстаға барып өзіне тамақ жасатып алды. Дауысы ешкінікі сияқты жіңішке болып шықты, бірақ жаңағы дауыстың да көмегі болмады. Лақтар аяғын көріп қойып ашпай қойды. Қасқыр жылдам наубайшыға барып аяғына себетін ұн сатып алды. Қасқыр есік алдына қайтып келді де ақ аяғын лақтарға көрсете созып тұрып әнге басты. Шырақтарым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді. Қорықпаңдар, есік ашыңдар. Лақтар сеніп есік ашты. Қасқыр үйге кіріп келгенде лақтар жан-жаққа қашып тығылып қалды. Қасқыр олардың бәрін де тауып жеп қойды. Тек біреуін ғана байқамай қалды. Ол сағаттың артына тығылған еді. Қарны тойған қасқыр ағаш көлеңкесіне жата кетіп ұйқыға кірісті. Ұзамай ешкі үйіне оралды. Есікті итерсе есік ашық тұр. Ешкі үйге кіріп лақтарын шақырады. Аман қалған лақ қарсы шығып болған жайды айтып береді. Ешкі мен лағы үйдің артына шығып қараса, қасқыр көгалда шалқасынан түсіп қорылдап жатыр екен. Ешкі мүйізімен қасқырдың қарнын жарып жібергенде 6 лақ шыға келеді. Бәрі де аман-есен. Ешкі мен лақтардың қуанышында шек болмады. Қасқыр оянбай тұрғанда ешкі оның қарнын таспен толтырып қайта тігіп қояды. Шөлдеген қасқыр су ішпек болып құдыққа барады. Сол кезде ішіндегі ауыр тастар оны төмен тартып, қасқыр құдыққа құлады да батып кетті. Қызыл телпек. Ертеде кішкентай бір сүйкімді қыз өмір сүріпті. Анасы оны өте жақсы көреді екен. Әжесінің де ең сүйікті немересі еді. Бірде әжесі немересінің туған күніне қызыл телпек сыйлапты. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай киіп жүретін болыпты. Содан бері көршілері кішкентай қызды қызыл телпек деп атап кетіпті. Бір күні анасы бәліш пісіріп қызына: «Қызым, мына бәлішпен бір құты майды әжеңе апарып, хал жағдайын біліп қайтшы» дейді. Қызыл телпек: «Жарайды анашым, апарып берейін» деп бәліш пен май салынған себетті алады. Анасының сөзін екетпейтін қызыл телпек әжесіне аттанады. Оған әжесі тұратын ауылға жету үшін орман арқылы өту керек еді. Қызыл телпек орманда жалғыз жүрудің қаншалықты қауіпті екенін білмеді. Сондықтан ол өлең айтып, гүл теріп, асықпай жүрді. Бір кезде орманның ішімен келе жатқан қыздың алдынан бір қасқыр шыға келеді. «Қызыл телпек, сен қайда барасың?» деп сұрайды қызды жегісі келген қасқыр. «Мен әжемнің үйіне барамын. Оған анамның пісірген бәлішін және бір құты май алып бара жатырмын» дейді қыз. Қызыл телпек қасқырдың жаман пиғылынан бейхабар еді. «Ал әжең қайда тұрады?» деп сұрайды қасқыр. «Әжем бе? Ол орманның ар жағындағы ауылда. Ауыл шетіндегі диірменнің жанында. Диірменнің жанындағы бірінші үйде тұрады» деп қызыл телпек қасқырға әжесінің тұратын жерін дәл айтып береді. Бұл кезде жақын маңда отыншылар ағаш кесіп жатқан болатын. Қасқыр сол отыншылардың дауысын естіп, қызға тиіспейді. Қызыл телпектің әжесінің тұратын жерін біліп алған ол алдымен әжесін жемек болады. «Жарайды, мен де сенімен бірге сол ауылға барып, әжеңнің жағдайын сұрап қайтайын. Кел, екеуміз жарысайық. Әжеңе қайсымыз бірінші жетер екенбіз? Сен мына жолмен бар, мен ана жолмен жүрейін» деп қасқыр өзіне ауылға барар төте жолды таңдап алады. Қасқырдың ұсынысына келіскен қыз ұзақ жүретін жолға түседі. Ол жол жөнекей асықпай гүл теріп келеді. Ал қасқыр алды-артына қарамай тура ауылға қарай бет алады. Қызыл телпектің әжесінің үйіне осылай ерте жеткен ол есікті қағады. «Тоқ. Бұл кім?» деп сұрайды әжесі. Қасқыр дауысын жіңішкертіп: «Әже, бұл мен ғой, немере қызың. Қызыл телпек, мен сізге қонаққа келдім. Анамның пісірген бәлішімен бір құты майын ала келдім» дейді. Бұл кезде ауырып төсек тартып жатқан әжей шынымен немересі келген екен деп ойлап: «Айналайын қызым, тұтқаның жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады» дейді дауыстап. Қасқыр жіпті тартып қалады. Сол кезде есік ашылады. 3 күн аш жүрген қасқыр баса көктеп кіріп келеді.
ашқарақтанып бірден әжейді бас салады да бүтіндей жұта салады. Содан соң есікті жауып, басына әжейдің қалпағын киіп, көзіне көзілдірігін тағып, төсегіне жатады да қыздың келуін күтеді. Сәлден соң есікті қызыл телпек қағады. «Тоқ, тоқ, тоқ!» «Бұл кім?» дейді жуан дауыспен тойып алған қасқыр. Қыз гүрілдеген дауысты естіп қорқып кетеді. Артынша әжеме суық тиіп дауысы содан өзгерген болар деп ойлайды. «Бұл мен, сіздің немереңіз, қызыл телпекпін. Мені сізге анам жіберді. Бәлішпен бір құты май алып келдім». Қасқыр дауысын өзгерте қойып, жіңішке дауыспен «Тұтқаның жанындағы жіпті тарта ғой, сонда есік ашылады» дейді. Қыз жіпті тартады, есік ашылып үйге кіреді. Көрпемен бүркеніп жатқан қасқыр оған: «Қызым, себетті үстелдің үстіне қойып, өзің менің қасыма кел» дейді. Қызыл телпек бәлішпен май құйылған құты салынған себетті үстелдің үстіне қойып, қасқырдың жанына жақындайды. Қасқыр енді: «Жолдан шаршаған боларсың, қасыма келіп жата ғой» дейді. Әжем деп ойлаған қызыл телпек қасқырдың жанына жатады да: «Әже, сіздің қолыңыз неге үлкен?» деп сұрайды. «Сені қатты құшағыма басу үшін, қызым». «Әже, құлағыңыз неге сондай үлкен?» «Сені жақсы есту үшін, қызым». «Әже, көзіңіз неге үлкен?» «Сені жақсы көру үшін, қызым». «Әже, тісіңіз неге сондай үлкен?» «Сені тезірек жеу үшін, қызым-ау» деп қызыл телпекті бас салып аяғындағы кебісі қызыл телпегімен бірге жұта салады. Байғұс құс айғайлап та үлгермейді. Бірақ бақытына қарай дәл осы сәтте үйдің қасынан бір отыншы өтіп бара жатқан еді. Отыншы қасқырдың дауысын естіп, үйдің терезесінен қарайды. Үй ішінде төсекте орнынан қозғала алмай жатқан қасқырды көреді. Оның қампиған қарнына қарап, не болғанын бірден түсіне қояды. Отыншы жыртқышты ұстап алып, қарнын жарып жібереді. Қасқырдың ішінен қызыл телпек пен әжесі дін аман шыға келеді. Отыншы қасқырдың қарнын қайта тігіп, бос қоя береді. Қызыл телпек пен әжесі отыншыға алғыстарын білдіреді. Әжесі шай қойып, немересі әкелген бәліштерді себеттен шығарып, дастархан жаяды. Сөйтіп үшеуі жақсылап тұрып шай ішеді. Әңгіме дүкен құрады. Қасқырдың сыбағасын қалай бергендерін айтып мәз болады. Бауырсақ ертегісі. Бір шал мен кемпір болыпты. Бірде шал жалынып: «Кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берсеңші» дейді. «Неден пісірейін? ұн жоқ қой». «Әй, кемпірім-ай, қойманың түбін қырнап көрсеңші, бауырсақтық ұн табылып қалар». Кемпірі қойма түбін қырып-қырып, 2 уыс ұн табады да қаймаққа шылап, қамыр илеп, майға бауырсақ пісіреді. Оны терезенің алдына суытып қояды. Бауырсақ суып тұрып, бір кезде домалай жөнеледі. Домалап келіп, терезе алдындағы орындыққа, орындықтан еденге, еденнен дәлізге, дәлізден аулаға, ауладан сыртқа, одан әрі домалай береді. Бір кезде оған қоян жолығып: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоямын» дейді. «Қоян, сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін, онан да соны тыңда» дейді. Әже қойма қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым. Қоян, сенен құтылу қиын емес болмаған деп бауырсақ алға қарай домалай жөнеледі. Қоян аңырап қала береді. Бауырсақ орман ішіндегі соқпақпен зымырап бара жатса, қарсы алдынан қасқыр шыға келеді. «Бауырсақ, мен сені жеп қоямын» дейді. «Сен мені жеме, мен саған өлең айтып берейін» деп бауырсақ әндете жөнеледі. Әже қойма қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған.
Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым. Қасқыр, сенен құтылу қиын емес бұл маған, деп бауырсақ домалай жөнеледі. Қарсы алдынан қорбаңдап аю шығады. Ол: «Әй бауырсақ, мен сені жеп қоямын», дейді. «Жоқ, сен мені жеме, мен саған өлең айтып берейін», деп жауап береді. Әже қоймақ қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым. Маймақ, сенен құтылу қиын емес бұл маған, деп бауырсақ домалай жөнеледі. Аю оның ізіне үңіліп қала береді. Бауырсақ зымырап бара жатса, қарсы алдынан түлкі шыға келеді. «Амансың ба, бауырсақ? Көргендерге ұнайды, жүзің қызыл шырайлы». Бауырсақ мақтағанға мәз болып, өлеңін айта бастайды. Түлкі болса құмарта тыңдаған боп, қыбырын білдірмей, бауырымен сырғып, оған жақындай береді. Әже қоймақ қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сытылдым. Түлкі, сенен құтылу қиын емес бұл маған. Әдемі өлең екен, дейді түлкі. «Айналайын-ай, қартайған шағым ғой, құлағымның мүкісі бар. Қане, менің мына тұмсығыма шық та өлеңді тағы бір шырқап жіберші», деп түлкі айтады. Бауырсақ өлеңін мақтағанға мәз болып, түлкінің тұмсығына қарғып шығады да: «Әже қоймақ қырнаған», деп өлеңдете бастағанда, түлкі бауырсақты «Ап» деп бір-ақ асып жеп қояды. Балалар, ертегі ұнады ма? Ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. 3 аю ертегісі. Ертеде бір кішкентай қыз болыпты. Бірде ол орманға барып адасып кетеді. Қайтар жолды іздеп жүріп, қалың ағаштар арасында тұрған ескі үйге кезігеді. Есігі ашық тұр екен. Қыз ішке кіреді. Бөлмеде ешкім көрінбейді. Бұл үйде 3 аю тұратын. Ең үлкені әкесі, кейінгісі шешесі және олардың баласы кішкене Қонжық. Үшеуі бұл кезде орман аралап серуендеп кеткен. Бөлме ортасында үлкен ағаш үстел мен 3 орындық тұр. Үстел үстіне ас құйылған, 3 ыдыс қойылған. Олардың біріншісі үлкен табақ, екіншісі орташа табақ, үшінші кішкене көк табақ. Әр ыдыстың қасында қасықтары жатыр. Қыз ең үлкен қасықты алып, үлкен ыдыстағы тағамның дәмін татады. Астың дәмі ұнамайды. Содан кейін орташа қасықпен екіншісін, кішкене қасықпен үшіншісін көреді. Бәрінен де оған көк табақтағы ас ұнайды. Қыздың қарны аш еді. Енді ол отырып тамақтану үшін өзіне орындық таңдайды. Ең үлкен орындық әкесінің орындығы. Одан кейінгісі шешесінікі, ал үшіншісі Қонжықтікі. Кішкентай қыз ең үлкен орындыққа шығып, одан құлап түседі. Ортаншысына мініп еді, ыңғайсыз көрінеді. Көңілінен шыққан тек үшінші орындық болады. Қыз Қонжықтың орындығына отырып, көк табақтағы тамақты ішіп алады. Қарны тойған ол кішкентай орындықты ары-бері шайқап ойнайды. Ақырында оны сындырып, өзі жерге құлайды. Қолымен Қонжықтың қасығын қағып жібереді. Қасық ұшып барып, бұрышта тұрған сандықтың астына кіріп жоқ болады. Қыз орнынан тұрып келесі бөлмеге кіреді. Бұл жерде 3 төсек бар екен. Ең үлкені әкесінікі, сосын шешесінікі, ал үшіншісі Қонжықтікі. Қыз ең үлкен төсекке шығады. Бұл оған тым үлкендік жасайды. Одан түсіп ортаншысына жатады. Ол биік көрінеді. Ыңғайлы болғаны үшінші төсек. Қатты шаршаған қыз осы Қонжықтың орнына жатып, тәтті ұйқыға батады. Бұл кезде орманда аралап шаршаған әрі қарындары ашқан аюлар үйлеріне оралған еді. Ішке кірген олар алдымен тамақтанбақшы болады. Ең үлкен аю өз табағына қарап, жуан даусымен «Менің ыдысыма тиіскен кім?» деп ақырады.
Ал шешесі ыдысына қарап, менің табағымды орнынан қозғалтқан кім? деп ашуланады. Кішкене қонжық жіңішке даусымен, менің тамағымды мүлдем ішіп қойыпты, дейді көк табақты қолына алып. Үлкен аю енді үлкен қасығын ұстап, менің қасығыма тиіскен кім? деп ақырады жуан даусымен. Менің қасығымды орнынан қозғалтқан кім? дейді шешесі. Қонжық жіңішке даусымен, ал менің қасығым жоқ, дейді жан-жағына қарап. Әкесі, кім менің орындығымды қозғалтқан? дейді зор даусымен. Шешесі болса, ал менің орындығыма отырған кім? дейді налып. Оның даусы үлкен аюға қарағанда жайырақ шығады. Ал менің орындығымды біреу тіпті сындырып тастапты, дейді қонжық жыламсырап. Аюлар ішкі бөлмеге кіреді. Менің төсегіме жатқан кім? дейді әкесі ақырып. Ал менің төсегіме шыққан кім? дейді шешесі басын шайқап. Ой, менің төсегімде біреу жатыр, дейді қонжық таң қалып. Аюлар қонжықтың төсегіне жақындайды. Маужырап ұйықтап жатқан кішкентай қызды көреді де үшеуі жамырап, қара мұны, ұстаңдар, ұста оны, деп айғайға басады. У-шудан оянып кеткен қыз жанында тұрған үш аюды көреді. Қатты қорыққан ол ашық тұрған терезеден жерге секіріп түседі. Алдартына қарамай қаша жөнеледі. Қызды ұстай алмаған әкесі, шешесі және қонжық үшеуі артта қалып қояды. Үйі. Орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйшігі мұздан, ал қоянның үйі ағаштан болыпты. Көктем келіп, күн жылынғанда түлкінің үйшігі әрине бірден еріп кетті. Бойы мұздаған түлкі қоянға келеді. Қоян, мені кіргізші, жылынып алайын. Жылпос түлкі осылай алдап-сулап аңқау қоянның үйшігіне кіріп алып, ақыры оны үйінен қуып шығады. Қоян жылап келе жатып, иттерге кезігеді. Қоян, не болды саған? Соншалықты қамығып кетіпсің ғой. Қалай жыламаймын? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Енді міне баспанасыз тентіреп жүргенім. Жылама, біз ол оңбағанда қазір-ақ қуып шығамыз. Иттер жиналып қоянның үйіне келеді. Аф, ай түлкі, шық қане, босат қоянның баспанасын. Аха, шықсам шығайын, бірақ мен далаға шықсам, сендерге жақсы болмайды ғой. Барлығыңда быт-шыт қыламын, деді түлкі қорқытып. Иттердің үрейі ұшып кетті. Басы аманда қашып құтылды ойлап, тайып тұрады. Үйі жоқтың күйі жоқ деген қоян қаңғи шаршап, тағы да жылай бастайды. Алдынан аю шығады. Қоян-ау, не болды? Сонша неге жылайсың? Жыламағанда қайтемін? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылағаш үйімді тартып алды. Жылама, мен оны қуып шығамын. Жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер де қуып шыға алмады. Көресің, қуып шығамын. Аю үйшіктің алдына келіп, түлкі, шық, босат қоянның үйін, деп ақырады. Түлкі болса пеш үстінен, шықпаймын, шықсам саған жаман болады, быт-шытыңды шығарамын, деп қорқытты. Аюдың үрейі ұшып кетті. Бас аманда қашып құтылды ойлады. Амалы құрыған қоян тағы да жылай бастады. Қараса, жанынан алтын айдарлы әтеш өтіп барады. Қолында күмістей жарқыраған шалғысы бар. Қоян, неге жылап отырсың? деп сұрады. Жыламай қайтейін, түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама, мен оны қазір қуып шығамын. Жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер қуды қуа алмады, аю қуды қуа алмады, сен де қуа алмайсың. Жүр, көрерсің, қуамын. Екеуі үйшік жанына келді. Әтеш қатты дауыстап өлең айта бастады. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпаса, оны да шалғынша шабамын. Түлкі қорқып кетіп, киініп жатырмын, дейді. Әтеш қайтадан. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоян үйінен шықпаса, оны да шалғынша шабамын, деп қайтадан әндете бастайды. Түлкі сасқалақтап, қазір,
тонымды киіп жатырмын, дейді. Әтеш әнін 3-ші рет қайталай бастайды. Түлкінің зәресі ұшып кетеді. Аман сауында зыта жөнеледі. Сөйтіп, қоян ержүрек Әтештің көмегімен қайтадан өз үйінде тұра бастайды. Тапқыр қоян ертегісі. Аңдардың патшасы арыстан бәйге жариялапты. Бір қазан суда қайнаттырып қойып, осы суды кім ішіп қойса, көп сыйлық беремін деген шарт қойыпты. Аңдар бірінен соң бірі келіп, қанша өжеттенсе де қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармапты. Ең соңында қоян келіп, қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп алады да, ыстықты ішуді өте жақсы көремін, деп жан-жағына қарайды. Ендеше іше ғой, дейді аңдар аңтарылып. Қоян ұзыннан ұзақ қаз-қатар тізіліп тұрған аңдарды жағалай жүріп, «Мінеки, достарым, мынау ыстық су, көздеріңмен көріңдер», деп бас-басына көрсетіп шығады. Сөйтіп, қоян аңдарды басынан аяғына дейін аралап шыққанша қазандағы су суып қалады. Сол кезде қоян суды басына бірақ көтеріп сіміріп алады. Шошынған аңдар ауыздарын ашып, көздерін жұмсады. Ал алданған арыстан патша қоянға көп-көп сыйлықтар бергізіп, «Міне, нағыз ер», деп мақтапты. Кім күшті ертегісі. Ерте екен, ешкі жүні бөрте екен, қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Қырғауылы қырқылдап, жалтыр мұзға сыртылдап, алшая келіп қоныпты, шат айырылып қалыпты. Қисая жатып қырғауыл, сонда мұздан сұрапты: «Мұз, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, бауырымды жаңбырға тестірмес едім». «Жаңбыр, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, жерге жұтқызар ма едім». Жер, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, көк шөпке бауырымды жардырмас едім». Көк шөп, ал сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, көк тоқты мойнымнан жұлқымас еді». Көк тоқты, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, көк шұнақ қасқырға құйрығымды жұлқытпас едім». Қасқыр, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, көк мылтыққа құйрығымды ойдырмас едім». Көк мылтық, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, қоңыр шолақ тышқанға білтемді қидырмас едім». Тышқан, сен неден күшті болдың?» «Мен күшті болсам, құмырсқаға інімді алдырмас едім». Құмырсқа, ал сен неден күшті болдың?» «6 батпан ауырды арқалаған күштімін, 7 батпан ауырды желкелеген күштімін», деп құмырсқа өзінің жауабын айтқан екен.